Сәуір айынан бастау алған Тарас симфониясы өнер фестивалі өз мәресіне жетті. Бұл жоба ең үздік жас өнерпаздарды анықтап, іріктеп шықты. Облыстағы тың жобадан дараланып шыққан 35 жас гала-концертте өнер көрсетті. Биылғы жыл жастар жылы болып жариялануына орай өңірдегі жастарды қолдау, ынталандыру, шығармашылықтарын насихаттау мақсатында біршама шаралар атқарылуда. Солардың бірі облыстық Тарас симфониясы өнер фестивалі. Өңірден шыққан ақындар мен композиторлардың шығармашылығын насихаттаумен қатар классика, джаз, романс жанрлары өлкемізде белсенді түрде дамыту мақсатында іріктеу кезеңі шалғайдағы ауылдардан басталған еді. Осылайша олар қазақ эстрадасының майталмандарымен өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Бұлақ көрсең көзін аш дейді, ел іші өнер кеніші дейді. Сондықтан да біз бүгін бір облыстық деңгейде 36 жасқа үлкен бір өнер жолына сап-сапар тілейін деп отырмыз. Өнер фестиваліне іріктеу ағымдағы жылдың 2-12 сәуір аралығында өткен еді. Сол кезең бойынша қатысушылар аспапта, орындау және вокал номинацияларында өзара сынға түсті. Келесі айналымға жолдама алғандар аудандық іріктеуден өтіп, нәтижесінде 150 үміткер финалдық жолдамаға таласқан. Маусым айында олармен дайындық жұмыстар жүргізіліп, дауыс ырғағы мен тембіріне сәйкес әншілер дуэт, трио, квартет топтарына бөлініп, репертуарлары белгіленген. Сондай-ақ әндерге аранжировкалар дайындалып, дауыстарға бөлініп, ноталары жазылды. Тарас симфониясы өнер фестивалі туралы айтатын болсақ, бұл фестиваль биылғы жылдың бір ірі жобаларының бірі, облыс әкімінің қолдауымен өтіп жатқан жоба. Ерекше таланты бар балаларды, қыздарды біз іріктеп алған болатынбыз. 300-ге жуық бала шықты, талантты өлке, өзіміздің өлкеміз білесіздер. Сол 300-ге жуық өнерпаздардың ішінен үздік шыққан 36 баланы біз осы 6 ай бойы, жарты жыл бойы дайындадық. Айта кетейік, гала-концерт Баласағұн концерт залында Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, қазақ эстрадасының маэстросы Нұрлан Байкозов пен X-Band эстрада және джаз оркестрі мен қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Жұбаныш Жексенұлының қатысуымен өтті. Нұрлан Абдыкәрім, Әсел Шамбек, Азатбай Темір, Жеті Ньюс.